Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз жай бөлшектер және араласымдарды бөлу. Яғни біз бұған дейін қосу және азайту және көбейту амалдарын өткен болатынбыз. Енді жай бөлшек пен араласымдарды бөлуді өтеміз. Алдымен натурасында жай бөлшекке бөлуді үйреніп алайық. Ол үшін мысалы мынандай мысалды қарастырайын. 3 бөлінген 5-тен 2 тең болады. 3 дегеніміз ол натурасан болғандықтан оның астында 1 бар деп ойлаймыз. Сондықтан ол 1-ден 3 болып жазылады. Яғни 1-ден 3. Енді бөлуді көбейту алмастырамыз. Бөлу көбейту алмасқан кезде алымы бөліміне кетеді, бөлімі алымына кетеді. Сондықтан ол 2-ден 5 болып жазылады. Тең болады дейміз. Енді мына жерде ешқайсысы қысқармайтын болғандықтан алымын алымына көбейтеміз, бөлімін бөліміне көбейтеміз. Сонда 1-ді 2-ге өткенде 2 болады, 3-ті 5-ге өткенде 15 болады. Сонда 7,2-ден 1-ге тең болады. Ары қарай кеттік. Жай бөлшекті натурасына бөлейік. 4-тен 3 бөлінген 9 деген сан болсын. Тең болады. Бірінші сан тұрған санымыз сол күйінде жазылады. 4-тен 3 болып. 9-ның астында 1 бар деп ойлаймыз. Сондықтан ол кері төңкеріледі. Екеуі орындары ауысады. Яғни 1-ден 9 еді, ол 9-дан 1 болады. Тең болады. 9 бенен 3 қысқарады. Көбейту амалы болған кезде, бөлу болған кезде қысқартпаймыз. Көбейту болған кезде қысқартамыз. 3-тен келеді, мұнда 1-ден келеді. 1-ді 1-ге өткенде ол 1 болады, бөлімінде 4-7-дегі 3 12 болады. Сонда 12-ден 1-ге тең болады. Тағы бір мысал келтірейік. 5-ті бөлемін 4-тен 5-ке болсын. Тең болады. Қараңыздар. 5-тің астында 1 бар деп ойлаймыз. Сонда 1-ден 5 ол сол күйінде жазылады. Көбейтілген 4-тен 5 еді, енді ол 5-тен 4 болады. Тең болады. Қараңыздар. 5 пен 5 қысқарады. Сонда мұнда 1 қалады, мұнда 1 қалады. Бір жердегі 4-ім 4 болады. Бір жердегі 1-ім 1 болады. 4-ті 1-ге бөлгенде ол 4-ке тең болады. Жай бөлшекке бөлуді қарастырайық. Мысалы, 2-ден 3 бөлінген 4-тен 3 деген бөлшекке бөлейік. Тең болады. 2-ден 3 бірінші бөлшегіміз сол күйінде жазылады. 2-ден 3 болып. Бөлуді көбейтумен алмастырамыз. Ол кезде бөлшек төңкеріледі. 3-тен 4 болады. Тең болады. 3 пен 3 қысқарады. 4 пен 2 қысқарады. 4-ті 2-ге бөлгенде 2 болады. 2-ні 2-ге бөлгенде 1 болады. Сонда қараңыздар. Алымында 2 қалды, бөлімінде 1 қалды. 2-ні 1-ге бөлген кезде ол 2-ге тең болады. Ары қарай кеттік. Мысал тағы да мынадай мысалды қарастырайық. 4-тен 5 бөлінген 10-нан 9 деп алайық. 10-нан 9 кешіріңдер. 10-нан 9. Тең болады. 4-тен 5 деген бөлшегіміз сол күйінде жазылады. Көбейту 9-дан 10 болады. Тең болады. 4 пен 10-ымыз 2-ге бөлінеді. 5-тен келеді. 4-ті 2-ге бөлгенде 2-ден келеді. Сонда 2 жердегі 9-ым 18 болады. 5 жердегі 5-ім 25 болады. Ол тең болады 1,18-ден 7-ге тең болады. Енді келесі. Аралассанды жай бөлшекке бөліп көрейік. Мысалы қараңыздар. 1,3-тен 1 бөлінген 5-тен 2 болсын. Тең болады. 1,3-тен 1-іміз ол бір сөлшек айналдырамыз. 3-тен 4 болады. Көбейту 5-тен 2-іміз көбейту алмастырған кезде 2-ден 5 болады. Тең болады. 4 пенен 2 қысқарады. Мұнда 2 болады, мұнда 1 болады. 2 жердегі 5-ім 10, 3 жердегі 1-ім 3 болады. Сонда 3,3-тен 1-ге тең болады. Келесі, жай бөлшекті аралассаң бөлуді қарастырайық. Мысалы, 4-тен 3 бөлінген 1,9-дан 2 болсын.
тең болады. Қараңыздар. 4-тен 3 сөгенде жазылады. Көбейту дейміз. Әзірге бөлу дейді тұрады. 1,9-дан 2-ні 1 сөлшекке айналдырайық. Сонда 9-дан 1-де 9-ға 9 болады, 2-ні қосам 11 болады. 9-дан 11 тең болады. 4-тен 3 енді бөлуді көбейтеміз. 11-ден 9 болады. Ол тең болады. Ешқайсысы қысқармайды. Сондықтан 3-дегі 9-ым 27, 4-дегі 11-ім 44 болады. Сонда 44-тен 27 деген сан шығады. Ал енді аралас санды аралас санға бөлуді үйренейік. Ол үшін 1,3-тен 2-ні бөлейік. 2,5-тен 1-ге бөлейік. Тең болады. 1,3-тен 2-ні 2,5-тен 1-ге бөлген кезде 3-тен 5 болады. Бірінші бөлшегіміз. Бір сөлшекке айналдырамыз. Бөлу дейміз. Бір сөлшекке айналдырайық. 2-ні 5-ге көбейтем 5 болады. 1-ді қосам 11 болады. Сонда 5-тен 11 болады. Тең болады. 3-тен 5 бірінші бөлшек сөгенде жазылады. Көбейтілген 11-ден 5 болады. Тең болады. Қысқармай ешқайсысы. Көбейту болған кезде, бөлу болған кезде қысқартып жүрмейміз. Тек қана көбейту амалында ғана қысқартамыз. Сонда 5-дегі 5-ім ол 25, ал 3-дегі 11-ім ол 33. Та бір мысал келтірейін. Мысалы, 1,8-ден 7 бөлінген 4,6-тан 1 тең болады. 1,8-ден 7-ні бір сөлшекке айналдырамыз. Ол 8-ден 15 болады. Бөлу 4,6-тан 1-ді бір сөлшекке айналдырам. Ол 6-тан 25 болады. Тең болады. 8-ден 15-іміз сөгенде жазылады. Көбейту дейм. 25-тен 6 деп жазам. Тең болады. 25 пен 15 қысқарады. Мұнда 5-тен келеді. Мұнда 3-тен келеді. Яғни 5-ке бөліп тұрмын екеуінде. 6 мен 8 2-ге бөлем 3 болады. 2-ге бөлем 4 болады. Сонда қараңыздар. 3-дегі 3-ім 9, 4-дегі 5-ім 20. Сонда 20-дан 9 деген сан шығады.